аналар, аяулы әжелер, құрметті әріптестер. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесімен сіздерді құттықтаймын. Осы Раушан тобының бір кішкентай бүлдіршіндеріміздің өнерін қабыл алыңыздар. Бұл ненің таңғысы? Көктемі шақыр, көктем ару. Балалар, мен сендердің орталарыңа келіп, қайта қауышқаныма қуаныштымын. Гүлге толып құшағым, тіршіліктің бастауы, гүл көктемі мен болам. Балалар, сендер сондай әдемісіңдер бүгін. Қандай тамашасыңдар? Иә, балалар, міне бізге ару көктемі де келіп қалды. Менімен қандай тамаша мереке келеді? Қандай тамаша мереке келеді екен, балалар? Қане айтамыз? Әжелеріміздің мерекесі, иә? Және де осы балабақшаның кішкентай ару қыздарымыздың мерекесі. Солай ма? Анам менің сүйекқаншып осыны табанам, қасыңа дұшын бейекам, ауасасын сауынам. Аямна мен сүйек құсағыдан кеу, напелекен адамды құсақ деп келемін. Анам болса қасымда, бақса бақыт не керек, аналарды жүрегі, берімді ой керемет. Аналар ең танышым, айлайсың бағасын. Сынышым балалармен ашықайық бәріміз. Полигородцева Эльвина, воспитанница группы «Ботақан», победительница конкурса «Домисолька», участница конкурса во Франции, Испании, где была награждена дипломами. Қарсы алыңыздар.
спасибо тебе, что в гости к нам пришла, песню такую красивую спела нам. Спасибо тебе большое, Эльвина. Теперь, Эльвина, от нас, от группы Раушан, от наших детей, видишь, какие у нас красивые девочки и мальчики сидят. От нас вот подарочек тебе. Ал енді құрметті ата-аналар, көріп жатқандай, сіздердің кішкентай бүлдіршіндеріңіз тақпақ айтып жатыр, я? Сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтап жатыр. Ал енді құрметті ата-аналар, балалар, сендер білесіңдер ма? Ормандағы аналары да өздерінің балаларын құттықтайды. Ортамызға кірпі ертегісінің қойылымын тамашаламыздар. Орманда бір кірпі өмір сүріпті. Қыс бойы мамасымен үйінде ұйықтап, көктемде шығып, күннің шуағына қуанады екен. Фыр-фыр, амансың ба алтын күн, амансыңдар ма қонақтар, амансың ба жер-анар? Осы кезде орманға кішкентай қоян келіпті секеңдеп. Сәлем кірпі. Сәлем қоян. Қолдағы не? Ол салаттың жапырағы ғой. Мен оны анама сыйлыққа дайындадым. Не сен мамаң туған күні бе? Туған күні емес. Сен білмейсің бе? Бүгін 8 наурыз ғой. Бұл қандай мереке? Аналардың, әжелердің мерекесі. Не менің мамамның сыйлығы? А сен қандай сыйлық дайындадың? Менде сыйлық жоқ. Мен білмеймін. Сен бірдеңе ойлап тап. Біреуге жатыр. Түлкіні естіген мен кетейін. Сау бол. Сау бол. Сөйтіп қоянтай түлкі екен деп қорқып қашып кетті. Ал түлкі ойланып тұрыпты, анасына не сыйлайын деп. Осы кезде орманнан сылаңдап түлкі келе жатыр екен. Ой, бұл қоянды сағына қалдым ғой, өте жылдам екен. Мұнда бір есі жоқ тұр ғой. Мынау кірпі екен ғой. Мен қас түймін сені ням-ням-ням, сен өте дәмдісің. Енді кім маған көмектеседі? Енді не істеймін? Кірпінің не істеймін дегенін естіп, ормандағы гүлдер кірпіні өзіне шақырыпты келді. Кірпі, мында келші, біз сені шашып қоямыз. Сендер кімсіңдер? Біз гүлдерміз. Сөйтіп кірпіше гүлдерге барып, ал түлкі болса кірпіні іздеп жүріп таба алмай, кірпішекті жасырып қойыпты гүлдер. Мынау кірпі қайдан кетті? Мен гүлден басқа ештеңе көріп тұрған жоқпын. Жарайды, орманға барып біреуді тауып келейін. Сөйтіп сылаңдап түлкі орманға азық іздеп кетіпті. Ал кірпішек болса гүлдерге былай депті. Рахмет сендерге гүлдер.